Барлықтарыңызға 10 сыныбынан сәлем. Мен сіздерге біздің жұптарымызды таныстырайын. Ал ендеше кеттік. Бұл Ләззат біздің сыныптағы сұлу да көрікті қыз. Оның көптеген қызығушылықтары бар. Мысалы, ол сурет салғанды ұнатады. Бала кезінен мектептегі мұғалімдер мен сыныптастарына осы қырымен байқалып келеді. Сурет салғанда өзінің басындағы ойларының тынышталып қалатындығын жақсы көреді. Актрисалық өнері де бар. Артишок театрлық командада Құзғын спектаклімен ерекше көзге көрінді. Мәнерлеп оқығандағы даусының тазалығын мұғалімдері байқап, одан әрі дамуына үлес қосып келеді. Сонымен қатар ол кітап оқығанды ұнатады. Әсіресе қазақ әдебиетіндегі шығармаларды сүйіп оқиды. Әскери дайындық сабағында қыздар арасында мылтық атудан ең шебері де Ләззат. Оның атқан оқтары нысанаға дәл тиеді. Мектеп атынан әскери дайындық бойынша мылтық атуға шығып, бірінші орын иегері атанып қайтты. Ләззат айналасына мейірімді, батыл да нәзік жанды қыз. Ал ендеше сіздерге біздің жігіттердің сұлтаны Адайды таныстырайық. Адай достарына адал, салмақты да тәрбиелі жігіт. Ол да әскери дайындық сабағына белсенді түрде қатысады. Қалған сабақтарында да апайларынан мақтау алып, сабақтарына белсенді түрде қатысады. Кейде мұғалімдерін ренжітіп алатыны болмаса, өте мейірімді жігіт. Үнемі айналасындағыларға күліп жүреді. Кітап оқымайды, бірақ білмейміз неге кітапханадан шықпайды. Айтпақшы достар, бізді осы сұрақ толғандырып, бұны зерттейміз деп шештік. Неліктен кітап оқымайтын Адай кітапханадан шықпайды? Біз жауабын анықтадық. Ал сіздерге құпиямызбен бөлісейік пе? Ендеше мұқият қараңыздар. Ал достар, көрген боларсыздар. Мінекей жауабы. Екеуі сабақтан соң кітапханадан шықпайды. Үнемі бірге жүреді. Жақсы. Ендеше жұбымызды әрі қарай тамашалаңыздар. Сенен ғана бақытты сезіндім мен, сенен ғана. Тек жанымнан алыстама. Өзің ғана жанымды жылатқанда, жұбатқанда, сезімімді оятқанда. Осымен видеомызды аяқталғалы жатыр. Біздің сыныптың легендарный жұбымен таныс болған боларсыздар. Бұл тек қана басы. Келесі кезеңдерде